Баршаңызға сәлем. Жалбыз шипалы дәруменге бай, жұпар иісті, ерінгүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөп. Түсі көбінесе жасыл сарғылт, сұр және күлгін, кейде ақ немесе алқызыл түстерде кездеседі. Оның жапырақтары бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасады, ал сабағы тік келеді. Биіктігі 80-100 см. Жалбыз өсімдігінің гүлдейтін мерзімі маусым мен шілде айларының аралығы. Ежелден емдік қасиетімен белгілі шөптің жағымды ароматты, хош иісі ерекше. Жалбыздың Қазақстан территориясында шамамен 9-10 түрі бар. Ол таулы жерлерде, өзен-көлдердің жағасында, шабындықтар мен бақшаларда өседі. Әсіресе солтүстік Қоңыржай ендікте көптеп таралған. Дегенмен заман ағымына орай қасиетті өсімдікті үйден өсіре беруге әбден болады. Жалбыз шөбінің ел арасында дала, су, бұйра, кермек және бұрышты секілді түрлері кең танымалдылыққа ие. Дәрілік препаратқа пайдаланатын түрін бұрышты жалбыз дейді. Қандай ауруға дауа деген сұрақ көпшілікті толғандырары сөзсіз. Ендеше жалбыздың емдік қасиетіне кезек берейік. Жалбыз сонау заманнан ақ адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Қазіргідей медицина дамымаған уақытта бұл өсімдік ата-бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтап қалған. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады. Тұнбасын ауыз уылғанда, қызыл иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада, жоғарғы тыныс жолдары қабынған кезде қолданып, ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе дереу емдейді. Жүрек ауруымен ауыратын кісілердің құлағына алтын сырға күніне 1 шай қасықтан 3 мезгілден 2 ай ішсе жүрек ауруын дереу емдеп жазады. Жалбыздың тұнбасын ірілі-ұсақты іріңді жарақаттар мен қотырларға танып тастаса тез сауықтыратыны сөзсіз. Мұрыннан қан ағып тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады. Оның суын мұрынға тамызса қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп, ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айығады. Жалбыз тіс ауруларына бірден-бір ем. Ол тіс пастасының негізгі компоненттері ретінде қолданылады. Жалбызды сондай-ақ косметологияда да пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан әзірленген лосьонмен жуған әлде қайда пайдалырақ. Ваннаға жылы су толтырып, ішінде 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызды оңай басады. Жұпар аңқыған иісінен иіс сулар жасайды. Кулинарияда да қолданып сан түрлі ас демдер әзірлейді. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майлары мен ауаны жағымды иіске толтырады. Және де ескере кететін жайт, жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео сіздерге пайдалы болса, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарийде пікір қалдырып кетіңіздер.